Армысыздар, құрметті көрермендер және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Шымкент қаласы өңірлік коммуникациялар қызметі алаңынан тікелей көрсетілімді бастаймыз. Құрметті әріптестер, бүгінгі баспасөз конференциямызда Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту саласында жарты жылдық қорытындысы бойынша атқарылған жұмыстар туралы болады. Бүгінгі медиа алаңымыздың спикері Мендіқұлов Рзабек Балтабекұлы, Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасының басшысы. Қош келдіңіз, құрметті Рзабек Балтабекұлы, сөз өзіңізге беріледі. Ассалаумағалейкум, саламатсыз құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, құрметті қатысушылар. Енді қала бойынша энергетика саладағы көрсеткіштерін айтып кетсем, рұқсат етіңіз. Біріншіден, ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша. Қазіргі таңда 80 елді мекеннің 80-і ауыз сумен қамтылған. Айтып кетсем, осы маусым айында Сайрам елді мекені ауыз сумен қамтылды. Сонымен қатар 24 жылы осы Құрсай, Қайтпас 1 және Бозарық тұрғын алабын жаңа құрылыс аумақтарын ауыз сумен толық қамту жоспарлануда. Келесі көрсеткіш кәрізбен қамтамасыз ету бойынша. Қазіргі таңда 81 шағын ауданның 25-і кәріз жүйесімен қамтамасыз етілсе, 56 шағын аудан қамтылмаған. 23 жылы, мен енді түсініксіз болу үшін 23-тен бастаймын. 23 жылы 9 нысанның құрылысы жұмыстары, оның ішінде 2 магистральды кәріз коллекторының, Туран мен Шым-Сити 7 ішкі орамдық жүйенің Мирас, Тассай, Туран, Қайтпас 2, Нұртас, Бозарық құрылыс жұмыстары жүргізілді. Жыл қорытындысымен 4 нысанның, ол Тассай, Қайтпас, 112 орам, Бозарық құрылыс жұмыстары аяқталады. Сонымен қатар 24 жылы 2 магистральды кәріз коллекторының, ол Туран мен Шым-Сити, және 6 ішкі орамдық жүйенің, ол Мирас, Нұртас, Туран, Айқап, солтүстік батыс құрылыс жұмыстары аяқталады жоспарлаймыз. Енді осы жерде ұлағат бойынша мен айтып кетем. Сіз білесің, 22 жылы жалпы ұлағат шағын ауданда канализация қабылданды. Бірақ қазіргі таңда неше ақаулар шығып жатыр. Біз оны алдын ала анализ жасап, тиісті органдарға тапсырдық. Келесі көрсеткіш электр жағымен қамтамасыз ету бойынша. Қазіргі таңда 81 елді мекен, енді осы айтып кетем, көрсеткіш бойынша толық сапалы электр қуатымен қамтылған. 24 жылы осы мамыр айында Асар 2 шағын аудан 1000-нан астам абонент электрмен қамтамасыз етілді. Келесі көрсеткіш газбен қамту бойынша. Шымкент қаласында қазіргі таңда табиғи газбен жалпы 54 елді мекен қамтылған, 24 жартылай және 3 елді мекен қамтылмаған. Жалпы қазіргі таңда көрсеткіші 96% құрайды. Осы ағымдағы жылы 4 нысан, ол Қайнар-Бұлақ 1002 кезеңі, Ынтымақ, Бозарық және Тассай газға қосылады. Сонымен қатар 3 нысаны, ол Қаратөбе, тәуелсіздікке 20 жыл, Қайтпас жұмыстары басталады. Жалпы 24 жылы біз енді жоспарлаймыз, көрсеткіші 97,4%-ға жоспарлануда. Келесі көрсеткіш ол жылумен қамтамасыз ету саласы бойынша. Шымкент қаласы аумағы бойынша 800 астам километр жылу құбырлары бар. Тозу деңгейі 37%-ға құрайды. 24 жылы
жылу жүйелерімен үздіксіз қамтамасыз ету және тозу деңгейін төмендету мақсатында 30 километр жүйелерін жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Жалпы жұмыстары басталды. Соңғы көрсеткіш ол жарықтандыру бойынша. Шымкент қаласы бойынша 400 көшенің қазіргі таңда 1000 көше жарықтандырылған. Жалпы әкімнің тапсырмасымен осы ағымдағы жылы 1000 көше жарықтандырады. Сонымен қатар Тұран шағын ауданындағы магистральды 13 көшені жарықтандыру жоспарлануда. Жалпы докладым бітті. Рахмет. Сұрақтарыңыз болса? Рахмет. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болса, микрофон арқылы қоюларыңызға болады. Бақытжан Көпбаев, ақпарат агенттігі. Ракет, менің сұрағым кешегі Самал 3-тегі оқиға бойынша болып жатыр еді. Ол сұрақ шешілді ма? Және кәсіпкерге бір шара қолданылды ма сол кісі? Рахмет, сұрағыңызға өте маңызды сұрақ. Кішкене жағдайын айтып кетсем бола ма? Біз Самал 3-те енді қазір қысқы дайындық жұмыстар жүріп жатыр. Сол себептен біз 2 күнге Самал 3-тегі абоненттерді шамамен 2000-нан астам газды өштік 2 күнге. Бірақ енді қосылған кезде бір енді кәсіпкер заңсыз, рұқсатсыз 2 жерде біздің трубаны кесіп басқа енді трубаны өткізді. Біз осы бойынша тиісті органдарға ақпарат жібердік. Енді іс жүргізеді деп ойлаймыз. Яғни ол труба әлі жүргізілген жоқ, қосылған жоқ па? Біз енді өз тарапынан ақпарат жібердік, құжаттарды жібердік. Менің бір түсінгенім, сол жерде 14-15 миллион болады, егер қайттан қосса дегені, яғни егер трубаның ішіндегі 14-15 миллионнан сол трубаның ішінде давлениеге деген газ кетіп қала ма, қайттан кетсе? Ол да бар. Егер біз оны енді қосылған кезінде газды өшірсек, ол енді потеря ғой. Ішіндегі газ бар ғой. Сол есептегенде потерясы 14-15 миллионға, кейде 20 миллионға болады. Рәке, әлде де басым жетпей жатқан солды, қалай ол соған барып, үлкен труба ғой ол, кәдімгі, соны нағылы кесіп алып, өзінің жерінің астынан өзі өткізіп, ешкімнен сұрақсыз өзінен өзі істей алды ма, әлде оған қатысқан мемлекеттік қызметкерлер де бар ма көмектескен? Сол біз қазір енді өзіміз тарапынан анализ жасап жатырмыз. Қазақгазды енді жеке әріптестерді шақырып, енді жұмыстар жүріп жатыр. Мен айта кетейін деген, кешіресіз, осы айналасында ғой. Біз соның ізімен бірден А категориялық мемлекеттік қызметкерлерінде сұрадық та, неге бұл мүмкін болды деп. Сөйтсек, олар енді кесіп бірі өтсе өтетті, не қылады дегендей қылып отыр. Егер әкімшілікте істейтін үлкен қызметтегі адамдар өздері сөйтіп айтып отса, оның үстіне оны кескендегілердің бәрі Қазтрансгаздың профессионал газосварщиктері кестірейді. Өйткені ондай үлкен давлениеде газды кесу мүмкін емес шығар деп ойлап жүргенбіз біз. Дұрыс, ондайда бізде ақпарат бар. Қазтрансгаздың адамдары, енді оны қазіргі таңда мен айта алмаймын, кім бірге бас қосып деген сияқты кестірген. Бұны айтып отқаным, бүгін күнде өте арызданып жатқан адамдар көпті. Қазтрансгазға мынандай әшейін саусақпен жауып қоятын трубаны қосылған үшін 500 мың теңге штраф салып жатыр. Ал бұл жерде орта давлениялы бүкіл ауданды газсыз қалдыратын трубаны нағылы кәсіпкер кесіп алады да, ойына келген жақпен трубаны жібере салады. Соған қайран қалып отырайық біз. Енді шын айтқанда бізде, енді мен сіз білесіз, жақында келдім осы жылдың басында. Енді соларға да таңғаламын. Бірақ енді ол былай қалмайды. Біз оны міндетті түрде жеткіземіз. Қылмыстық іс қозғалды ба осы бойынша? Енді оны мен қазір айта алмаймын. Бірақ әкімнің тапсырмасымен біз оны қайтып кетем. Сіздің мемлекетшіл сол жердегі позицияңызға мен өзім риза болып қалдым. Сіздер жақтап кете ме деп едім кәсіпкерді. Қайта
соған қарсы осы әрекетті істеткізіп жатқаныңызға өзім ризашылығымды білдіремін. Енді біз рахмет, заңға сәйкес жұмыс жасап жатырмыз. Рахмет. Рахмет. Басқа да сұрақтарыңыз бар ма? Мына Володарский көшесінің бойында ескі үйлер бар, электр желілерді ескірген ол жақта. Сәл жел тұрса өшіп қалып жатады, оған қосылып бірнеше бағдаршам өшеді. Ол жерлерге жаңарту деген сияқты жоспарларыңызда бар ма? Кешірім сұраймын, қай елді Володарский көшесі. Қай елді мекен, қай... Ол анау Таштырак көшесі барады ғой, Қонаевтың үстінен өткен. Ермановадан қайылған жерде. Бұл кісі Шымкент жігіт емес, біле бермейді ғой. Жоқ, жалпы енді, осы айтып кетем, жалпы бізде қазір электр жағынан қалып кеткен көшелер бар, частныймен өткізген. Бірақ енді жаңа айтып кеттім, біз 100%-ға үкімет тарапынан полный өтіп кетеміз. Жоқ, ол частный емес, мемлекеттікте негізі. Бұрын жүрген, ескірген. Ол да бар. Бізде енді көбі қалада ескі трансформаторлар бар. Бірақ оны осы жыл бойынша 50 трансформатор ауыстырамыз. Сол қатарында бар ма Володарский? Оны қарау керек, жалпы список бізде бар. Қай жерде трансформатор ауыстырады. Рахмет. Басқа да сұрақтарыңыз бар ма? Екінші сұрағын қойсам, өтіп кетті. Не, Рзабек мырза, тұрғындар үнемі айтып жатады, біздің көшемізге жарық қашан келеді деген. Негізі Шымкент қаласында қай көшелерге қашан жарық түсетіні жайлы карта бар ма? Солар көрсетсек. Жалпы бар, аудандарда бар. Міндетті түрде біз де көрсетеміз, аудандарда көрсетеді. Оны қайдан алсақ болады екен? Біз тұрғындарға айтайық, міне ссылка, осы жерге кірсеңіздер көрінеді, сіздің көшеңізге жарық қай жыл түсетіні деп. Енді қазір менің инициатива біздің Instagram сайтына біз саламыз список. Рахмет. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Бізде қазір тарифті инвестиция айырбастау деген бағдарлама бар. Сол қалай жүзеге асырылады? Жылу құбырларының тозу деңгейі қаншалықты азаяды жыл соңына дейін? Ол енді президенттің тапсырмасымен дұрыс, өте маңызды сұрақ. Тариф обмен на инвестицию деген бағдарлама бар. Жалпы енді қазіргі таңда біздің көрсеткішіміз 37% құрайды. 37%. Мен жаңа айтып кеттім, осы жыл біз 30 километр жылу жүйелерін жөндеу жұмыстарын осы жыл жүргізеді. Сонымен қатар Сонымен қатар 4,5 километр жүйелерін ауыстырамыз. Осы қосқанда 34-ке түседі тозығы. Осы биыл, я. Рахмет. Басқа да сұрақтарыңыз бар ма? Біздің әлеуметтік желілерден келіп түскен сұрақтар бар екен. Шілдеде шөлдеген шымкенттіктер су қайда дейді. Шілде күн ыстық, Шымкент қаласы Тұран ауданы Құрсай шағын ауданында ауыз су жоқ. Барлығына түбіртек 3 күн сайын келеді екен. Тәртіп жоқ, заң жоқ. Әкімдер ауыз сумен қамтамасыз еттік деп есеп беруде, деп әлеуметтік желілерге жазба жарияланған болатын. Бұған не дейсіз? Ол өте маңызды сұрақ. Ол біздің жеке контролінде Құрсайды елді мекен жақсы білеміз. Жалпы ол 23-те жұмыстар аяқталу керек. Бірақ енді 24-ке ауысты. Енді айтамыз ғой, неблагонадежный мердігер бізде сол Құрсайда. Бірақ осы шілде айында толығымен бітіреміз. Бірақ оған қарамастан біз қазір енді басқа жолдарды тауып, енді су беріп жатырмыз, абонирование жүріп жатыр. Рахмет. Келесі сұрақ. Самал 1, Самал 2 шағын аудандағы ішкі көше бойында кәріз жүйесі жүргізіліп, қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілмеген. Нәтижесінде жол ойық болып қалған. Неліктен жұмысты соңына дейін апармайды, машина жүруі қиындап кеткен дейді. Осы бойынша хабарыңыз бар ма? Осы бойынша бар. Ол жалпы мердігер енді осы жылдың ноябрь соңына дейін жұмыстарды қалпына келтірем дейді. Тозық жерін асфальт салмаған, оны білеміз. Келесі сұрақ.
Ұлағат шағын аудандағы қазылған жерлер қалпына келтірілді ме? Жоқ, ол келтірмеген. Мен жаңа айтып кеттім, осы ұлағат бойынша біз әлем строй мердігерге тиісті органдарға ақпарат беріп, қазір енді дело ашылады. Менің ақпарат бойынша дело уже ашылады. Келесі сұрақ. Кәріз жүйелерінің құбырын қалай жүргізесіздер? Өйткені жолды кесіп салады деген шағымдар өте көп. Жалпы кезінде солай болды. Бірінші жолды салып тастайды, содан кейін енді энергетика, газ болсын, су болсын, канализация болсын, содан кейін жолды салғаннан кейін салады. Бірақ қазір енді біз басқаша жұмыс бастадық. Бірінші полный инфрақұрылым жүргіземіз, содан кейін асфальт саламыз. Рахмет. Шым-Сити шағын ауданы аулаларының жарықтандыруы. Шым-Сити көшелеріне жарық қосылып, аулаларына 2023 жылы істеп шыққан. Жарықтар қосылмауда не себепті? Тұрғындардың 9 айдан бері аулалары жарықсыз тұр. Ол да сұрақ өте маңызды. Жарықтандыру бойынша Шым-Сити бойынша қазір жұмыстар жүріп жатыр, оны біз білеміз. Жалпы ол объект жартылай, мен айтып кетейін, жартылай қабылдады. Неге? Енді арасында да кабельдер де ұрлаған, енді ар жағын айтпай қояйын, бірақ осы шілде айында бітіреміз жарықтандыру бойынша. Қаладағы жарықтандырудың сәуір айынан бері атқарылмай келуі ABM Building 2007 жауапкершілігі шектеулі серіктестік тарапынан неге міндеттемелері орындалмады? 5 жылға келісім шартқа тұрған, алайда жұмыстары сапалы әрі толық атқарыла алмады. Әлеуметтік желілерге жарықтандыру бойынша негатив өте көп, бірнеше айдан бері қараңғы болып тұр көшелер дейді. Ол да өте маңызды сұрақ. Біз енді жалпы IBM компаниясына сотқа бердік. Осы мамыр айында жалпы келісім шарт бұзуға біз дайынбыз. Бірақ енді айтады ғой, медиация бойынша 1 тамызға дейін біз уақыт бердік. Егер ол 1 тамызға дейін бәрі қалпына келтірсе, біздің парктерді жарықтандыру, полный освещение берсе, ары қарай жұмыс жалғастырады. Соңғы сұрақ болсын, қаладағы электр энергиясының өшуі қашан тұрақталады? Осы айда Тассай шағын ауданы, Мирас шағын ауданы, Оңтүстік шағын ауданы, Қазығұрт шағын ауданында бірнеше рет жарық өшті. Қашан тұрғындар жаңбыр жауса, жел тұрғанда, қар жауғанда өшпейтін сапалы электр энергиясына қол жеткізеді. Қалалық 5 аудандық қызмет көрсету желілері нөмірлеріне тұрғындар хабарласа мүлдем алмайды дейді. Үнемі нөмірлері бос емес болып тұрады дейді. Дұрыс, ол өте маңызды сұрақ. Жалпы енді жаңа мен айтып кеттім, қала бойынша өте көп тозып кеткен трансформатор, кабельдер. Қазір енді біз оңтүстік жарық транзитпен бірлесіп, осы жыл 50 трансформатор ауыстырамыз. 300-ден астам километр кабельді ауыстырамыз. Рахмет, әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Раке, мен Ақниет шағын ауданы бойынша сұрақ қоя салайыншы деп. Тұрғындардың айтуы бойынша трансформатордан шыққан 3 фаза, 3 түрлі беріп тұр дейді. Біреу 170 вольт, екіншісі 180, үшіншісі 190, 220 ешқайсысы көтермейді дейді. Соған күйіп кетеме заттарымыз деп қауіптеніп отыр екен. Бізде ондай да бар, кезінде незаконны қосылғаны да бар. Енді қазір оны бәрін ретке келтіріп жатырмыз. Незаконны қосылғаны біз енді ажыратамыз, енді тозған жерді ауыстырамыз. Енді ол бір күнде, шын айтқанда, біз оны бір күнде ауыстыра алмаймыз, бірақ енді осы жыл, келесі жылға ауысып кететін трансформаторлар бар. Олар су жаңа трансформатор емес пе? Ішіндегі заттар енді қосалқы бөлшектер ме ішіндегі? Бұлы салып кеткен де бар. Солай ма? Сырты жылтырап, су жаңа болып тұрған ма? Жарайды, рахмет. Рахмет, басқа да сұрақтарыңыз бар ма? Осымен сұрақтар болмаса, бүгінгі баспасөз конференциясын аяқтаймыз. Құрметті Рзабек Балтабекұлы, бүгінгі баспасөз алаңына келіп, бақ өкілдерінің сұрақтарына жауап бергеніңізге рахмет. Аман сау болыңыздар.